алдыңғы сабақта set тізім туралы өткен болатынбыз. Енді бұл сабақта сілтемелік және мәні бар value types дейді. Value типі және сілтемелік тип. Осы оперативный памятімізде, біздің компьютеріміздегі уақытша есте сақтау құрылғысында қалай сақталатынын және қалай адрестелетінін туралы өтеміз. Қысқаша түсіндіктеме. Яғни біздің создавать етіп жатқан айнымалыларымыз қалай оперативкеде сақталып жатыр, ол қай адресте сақталып жатыр, қалай жұмыс жасап жатыр, соны кішігірім бір таныстырып кетейік. Бірінші value types деген нәрсе бар. Яғни айнымалылары, оған string және number. Number дегеніміз білесіздер, int, integer және float, нақты сан мен бүтін сандарды қамтиды. Мысалға бір x деген айнымалы тағайындайық, оған 5 деген мән берейік, және y деген айнымалын тағайындайық, оған 25 деген мәнді тағайындайық. Одан кейін x пен y-ті теңестірейік бір-біріне. Одан кейін мына жерде x-тің мәні 25 болады, y-ті қайттан 10 деген мән берейік y-ге. Қайтадан сөйтіп экранға print етіп екеуін шығарайық. Print x үтір y. Осы екі санды экранға шығарып нәтижесін көрейік. Ctrl-Shift тырнақшамен терминалымызды ашамыз. Терминалдан Python, мына жерге сіздер үшін бір жеке реферанс деп файл создавать етіп қойғам. Reference.py жұмысты еткізіп көреміз. Мына 25 пен 10 деген нәтиже келді. Алғашқы x-тің мәні 5 еді, y-тің мәні 25 еді, алғашқы мәні. Одан кейін екеуін теңестірдік, яғни y-тің мәнін x-ке теңестірдік, x-тің 5 мәні 25-ке ауысты, және y-тің мәні 10-ға ауысты. Яғни y-тің орнында 25 бар еді, ол 10-ға ауысты. Экранға мысалға мына жердегі y 10 деп бердік қой, ол мына жердегі x-тің мәнін ауыстырған жоқ. Яғни 25 сол күйі сақталды. Былайша айтқанда, біздің оперативный памятіміз мына жерде айнымалылар тағайындайтын жер болатын болса, мына жерде адрес деген нәрсе бар. Мына жерде осы бір сары адрес, оперативный памятімізде бір адрес белгілі. Осы жерге біз x айнымалысын тағайындап, бірден оған 5 деген мәнді беріп кеттік. Одан кейін y-ті создавать еттік те, оған 25-ті бердік. Одан кейін екеуін теңестірген кезде, x пен y теңестірген кезде, мына 25 жоғарыға кетті. Яғни 5-тің орнына 25 болды. Одан кейін y-ті біз 10-ға ауыстырдық. Сол кезде біздің адресіміздегі айнымалы өзгерген жоқ, тек мәні ғана оның өзгеріп жатыр. Бұл value тип деп аталады бұл жерде, оперативкеде. Енді сақталу жолын айтып жатырмын мына жерде. Екінші реферанс тип деген бар, сілтемелік. Оларға класс жатады және лист, яғни массив біздің тізімдеріміз жататын болады. Мысалға лист 1 тең, оның ішінде сандар болсын, мысалы сөз болсыншы. Сөз 1 үтір кез келген енді сөздер болады ғой енді. Мына жерде мысал ретінде көрсетіп жатырмын сіздерге. Сөз 2 деген 2 не болсын? Сөз болсын ішінде. Екінші лист создавать етейік. Так, лист 2 тең, оның ішіне мысалға бірдеңе сөздерді мысал ретінде беріп жатырмын енді мына жерге. Тырнақшаның ішіне жазасыздар, білесіздер. Бір тырнақша немесе екі тырнақша, екеуінде қолдансаңыздар болады. Енді мына жерде лист 1 мен лист 2-ні теңестіреміз бір-біріне. Және лист 2-нің, мысалға лист 2-нің 0-ші элементі, мысалға мына жердегі ds, fdf деген сөзін ауыстырамыз. Мысалға мен мынадай сөзге ауыстырып жатырмын. Сөз ауысты деп ауыстырдым, өзгерттім. Енді экранға екеуін жаздырып көрейік. Сіздер сол кезде нәтижесін көрген кезде түсінесіздер екеуін. Value тип пен реферанс типтегі нәрсені. Оперативкеде сақталу жолдарын. Лист 2. Екеуін сақтадым, экранға нәтижесін көрейік. Мына жерде сөз ауысты, dsf, сөз ауысты, dsf болды. Неге? Өйткені лист 1, лист 2-ге тең болды да, екеуі бір адресті көрсетіп қалды.
сөйтті да бір сөзге айналып кетті. Мысалы лист 1-дегі сөз 1, сөз 2 деген нәрсе жоқ болып кетті мына жерден. Неге? Өйткені екеуінің адресі бір болғандықтан. Мына жердегі біз қандай сөзді өзгертсем, ол сол сөзге ауысып кетеді. Оны былай түсіндірейін. Мысалға, жаңа оперативкіден біз лист 1 деп создавать еттік, оның адресі бар мына жерде. Бұл мына жерде мәнді сақтаған жоқ, ол жер бір массивтің адресін сақтады. Лист 2-міз де жеке бір адресті сақтайды мына жерде оперативкіден. Ол мына адресте жатыр. Ол адрестегі мәні, мысалға, жаңағы сөз ауысты деген сияқты нәрселер жазы сақтап етілді. Одан кейін екеуін теңестірген кезде, біз екеуін теңестірдік қой, лист 1 мен лист 2-ні. Екеуін теңестірген кезімізде мына жерде не болды? Мынандайға өзгеріп кетті. Мынаның екеуінің де адресі тек бір адреске ауысып кетті. Мысалы, мынаның Б-сы С-ға ауысып кетті. Екеуінің де адресі бір жердегі мән не болса, соны экранға шығарып береді екен. Түсінікті ғой мына жерде. Сөз ауысты және ДСФ дегенді экранға шығарып берді. Мына жерде мына ДСФ деген мынау тұр. Яғни екеуі лист 2-нің адресін ғана көрсетті да экранға соны шығарып берді. Осылай қысқаша тақырыпты оперативкіде біздің мәліметтеріміз қалай сақталатыны туралы қысқаша түсіндіріп кеттім. Мына класс дегенді алдағы уақытта өтетін боламыз. Бұл сабақ егер ұнап жатса, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз, каналға жазылуды ұмытпаңыз. Түсінбеген жерлер болса, міндетті түрде комментарийда сұрап кетіңіздер. Келесі сабақта кездескенше.